30 күн бойы күйеуіңе осы сөз айтатын болсаң, ол саған міндетті түрде қайтадан ғашық болатын болады. Ең бірінші қыздар күйеуіңді жұмысқа шығарып салар кезде оны құшақтап құлағына мен сізге сенемін, мен сізді жақсы көремін, жолыңыз болсын, Алладан сіз үшін барлық жақсылықты сұрап дұға тілейтін боламын деп жақсы күлімдеп қарсы алсаңыздар, және де келген кезде бар ықыласыңызбен дәмді тамағыңызды дайындап, таза киіміңіз киіп, балаларыңыз таза қылып киіндіретін болсаңыз, ең бірінші сіз күйеуіңіздің алдында дәрежеңіз өсе бастайтын болады. Мен үйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын, ол бәрібір бағаламайды десеңіз, сіздің ниетіңіз дұрыс болмаған. Енді бүгіннен бастап Алланың разылығы үшін жасаймын, Аллахтың разылығын табу үшін күйеуімнің разылығы алғым келеді десеңіздер, сол кезде ғана дұрыс баланс орнайтын болады. Міндетті түрде 30 күн бойы үзбей есеп көріңіздер, күйеуіңіз сізге міндетті түрде қайтадан сезім ашылып, қайтадан сізге ғашық көздермен қарайтын болады.